Biz batır ırpağımız ел қамын ойлар. Ер жүрек ұлдарымыз арын биік қойған. Қырандай көкте сорғалар өктем, жерін жаудан қорғайтын. Барыстай қозда жырғалар еппен, қайтпас қайсар сыр біздің. Бұл біздің ауылымыз. Өздерің көріп тұрғандай, ауылымыздың табиғаты тамаша. Шөбі шүйгін, көкпеңбек. Бұл маңда ну орманда бар. Таудан сарқырап аққан өзенін айтсаңшы, тұп-тынық. Бір қуанарлығы, біздің ауылымыз заманға сай дамып келеді. Әсіресе интернет тартылғалы бері тіпті жақсы болды. Ал енді сендерге бауырымды таныстырайын. Бұл Асыл. Ол Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен Рақымжан Қошқарбаев атамыздай батыл, ер жүрек, жауынгер болуды армандайды. Ал мен Қазақтан шыққан даңқты қолбасшы, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлын үлгі тұтам. Бір сөзбен айтқанда, екеуміз де әкеміз секілді әскери маман болуды армандаймыз. Алақай, біз үлгердік. Я, үлгердік. Ал енді аулаға шығып, жаттығу жасайық. Ақыл, тау жаққа барып, біраз жүгіріп келмейміз бе? Сосын ауладағы турникке тартылып, біраз жаттығайық. Қазір болып қалдым. Ал енді дайынмын. Ендеше кеттік. Ақыл, бұл енді тез жүгірсеңші. Сен аға әйтеуір асығасында жүресің. Мен сияқты бір қалыпты жүгірген дұрыс. Сонда тыныс алуың жеңілдейді, шаршамайсың. Ал мен қатты жүгірсем де шаршамаймын. Сен мықтысың. Асыл, қарашы, анау не? Бір нәрсе жалт-жұлт етеді. Қызық. Күнге шағылысқан әйнек пе екен? Не екен өзі? Жүр, бар көрейікші не екенін. Мәссаған. Бұл не болды екен өзі? Ғажап. Домалақ найзаға емес пе екен? Бірақ ол мұншалықты үлкен болмайды ғой. Оның үстіне жауын шашында жоқ. Аспан ашық. Қазір байқап көрейік. Мәссаған. Ақыл, жүр, не болса да көріп көрейік. Асыл, тоқта. Ол қауіпті болуы мүмкін.